Сәлем баршаңызға, сіздермен керемет салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек баклажан, қызанақ, сарымсақ, салат микс шөбі, тұз, май, фетакс, кукурузный крахмал керек. Ең бірінші баклажанымызды сыртына ашып аламыз. Баклажанымызды ашып болғаннан кейін әдемілеп тураймыз. Мен видеодағыдай турадым. Өздеріңіздің қалауларыңызша басқаша да турауға болады. Баклажанымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне кукурузный крахмалымызды сеуіп, араластырып, майда қуырып аламыз. Баклажанымыз қызарып, осылай қуырылып шығады. Одан кейін соусымызды дайындаймыз. Соусымызды сарымсақты өткізіп алып, оған тұзымызды қосып, мен зәйтүн майын қолдандым. Соусымызды дайындап болғаннан кейін қызанағымызды турап, ыдысымызға салып, оның үстіне баклажанымызды қосып, оның үстіне салат шөбімізді салып, бәрін соуспен араластырып, соусымызды қосып, бәрін араластырып, тарелкамызге салып, мен үстіне фетаксты қолдандым. Өте оңай әрі жеңіл салат. Жасап көріңіздер, ас болсын.